Сәлеметсіздер ме, құрметті көрермендер? Көптеген мұғалімдер аттестациядан өту кезінде түрлі конференциялар, олимпиадалар мен байқауларға қатысқанын растайтын құжаттардың жетіспеушілігіне тап болып жатады. Қазіргі таңда мұғалімді осындай жағдайдан шығуына көмек көрсете алатын көптеген сайттар бар. Оларда онлайн негізде түрлі іс-шаралар өткізіліп, солардың нәтижесі бойынша сертификаттар, грамоталар мен алғыс хаттар беріледі. Бүгіннен бастап біз осындай сайттармен таныса бастайтын боламыз. Бүгінгі менің сіздердің назарларыңызға ұсынғалы отырғаным ұстаз тілегі сайты. Сайтпен жұмыс жасау үшін ең алдымен тіркелуіміз қажет. Ол үшін біз тіркелу батырмасын басамыз. Осы кезде шыққан сайттың тіркелу формасына өзіміздің поштамызды және құпия сөзді енгіземіз де тіркелу батырмасын басамыз. Одан кейін өзіміздің поштамызды ашып, поштамызға келген сайттан келген хатты ашып, сол хаттағы көрсетілген сілтеме арқылы өту арқылы біз сайтқа тіркелгенімізді растаймыз. Мен сайтқа тіркеліп қойғандықтан бірден сайтқа кіру батырмасын басып, сайтқа кіремін. Сайтқа кірген кезде ең алдымен көзге түсетіні бұл тегін сертификаттар алу батырмасы. Осы батырманы басатын болсақ, бізге материал жариялау ұсынылады. Демек, тегін сертификат алу үшін біз өзіміздің дайын материалдарымыздың бірін осы сайтта жариялауға тиісті боламыз. Бұнда не көрсету керек? Бұнда жаңа материалды қосу үшін файлды таңдаймыз. Алдымен өзіміздің компьютерде сақталып тұрған файлымызды осы жерге енгіземіз. Одан кейін материалдың тақырыбын жазамыз. Одан кейін материал туралы қысқаша түсініктеме береміз. Одан кейін материалдың бөлімін, қандай пән бойынша екендігін, бағытын, ашық сабақ па, бұл мақала ма, сабақ жоспары ма, не екендігін көрсетеміз. Одан кейін сыныбын көрсетеміз. Содан кейін жұмыс орнымызда немесе оқу орнын және лауазымымызды көрсетеміз. Одан кейін сертификат алушының аты жөнін жазамыз. Аты жөнімізді толықтай жазуымыз керек, себебі сертификатта дәл осы аты жөнімізбен жұмыс орнымыз көрсетілетін болады. Одан кейін материалды жариялау батырмасын басамыз. Бұл тегін сертификат алу үшін осы материалды жариялағаннан кейін, біраз уақыт өткеннен кейін, көп емес 1-2 минут өткеннен кейін F5 батырмасын басатын болсаңыз, сізге өзіңіздің дайын сертификатыңызды жүктеп алу туралы мүмкіндік берілетін жүктеу батырмасы шығады. Сол батырманы басу арқылы біз компьютеріміздегі қажетті орынға материалды жүктеп ала аламыз. Енді сайттың негізгі бөлімдеріне келетін болсақ, бұлар курстар, олимпиадалар, турнирлер, байқаулар, вебинарлар, конференциялар, журналдар, материалдар, КМК деп аталынады. Дәл осы бөлімдер сіздің жеке кабинетіңізде де беріледі. Сондай-ақ сіздің жеке кабинетіңізде өзіңіздің жеке өзіңізге берілген ID номері және сіздің балансыңызды көрсететін белгі, қаншалықты сомадағы ақшаңыз бар екендігін көрсететін орын берілген. Бұдан кейін сіздің жеке парақшаңыздағы менің курстарымды басатын болсаңыз, сіздің белсенді курстарыңыз көрсетіліп тұрады. Егер де сіздің қатысып жатқан курсыңыз жоқ болатын болса, онда курстың тізімін қарау арқылы біз қандай курстардың өтіп жатқандығын және оның қанша соманы құрайтындығын көре аламыз. Бұнда мысалы әр курстың бағасы әртүрлі. Бірінші курс мысалы 7.000 теңге тұратын болса, екінші курс 15.000 теңге. Дәл осындай өзіңізге қажетті курсты таңдап алып, одан кейін оның ақысын төлеу арқылы сіз осы курстан өте аласыз. Менің олимпиадаларым батырмасын басып, мысалы, бұнда жаңа тақырыпқа жаңа тапсырыс беру батырмасын басатын болсақ, бұнда барлық өткізіліп жатқан олимпиадалар көрсетіледі. Бұнда олимпиадалардың бағасына келетін болсақ, халықаралық олимпиада 600 теңге, республикалық олимпиада 400 теңге және облыстық олимпиадалар 300 теңге тұрады. Біз өзімізге қажетті олимпиаданы таңдап алып, одан кейін сол олимпиада бойынша тест тапсырмасынан өткеннен кейін төлемін жасап, одан кейін дәл жаңағындай бетті жаңартатын болсақ, содан кейін жүктеу батырмасы шығады да, сол жүктеу батырмасында сіздің алған орныңыз, олимпиададағы алған орныңыз бойынша сізге тиісінше грамота немесе
сертификат беріледі. Дәл осындай менің турнирлерім бағытында да сіздің, мысалы, мен өзімнің осы турнирлерге қатысып, мысалы, педагогика турниріне қатысып, осы турнир арқылы өзімнің алған сертификаттарым, міне 400 теңгелік сертификаттар. Осы жерде сол сияқты жаңа турнирге қатысуды басатын болсақ, бізге осындай жаңағы турнирлер шығады. Мысалға, турнирге қатысуды басатын болсақ, бізге қатысушының аты жөні, мектебі, мысалы, мектеп деп жазайық, фамилия жазайық. Бұл мысал үшін ғана сіз бұл жерде өзіңіздің мектебіңізді толық атауын және де өзіңіздің аты жөніңізді толықтай жазасыз. Одан кейін турнирге қатысуды басатын болсақ, міне мынандай тест сұрақтары шығады. Осы тест сұрақтарына жауап беріп турнирден өткеннен кейін, турнирді сақтау және де төлем жасағаннан кейін, осы турнир бойынша өзіңіздің алған орныңызға байланысты құжатыңызды жүктеп ала аласыз. Сол сияқты менің байқауым батырмасында да жаңа тапсырыс беруді басу арқылы қандай байқаулардың жүріп жатқандығын көруге болады. Сол сияқты конференциялар, әзірге конференциялар жоқ болу керек. Одан кейін менің материалдарым деген, жаңа біз басында айтып кеттік, тегін сертификат алу үшін материал жариялауға болады деп. Сондай-ақ материалды жариялау арқылы сіз жаңағы 1000 теңгеге материалды жариялап төлем жасау арқылы құрмет грамотасын ала аласыз. Мысалы, мына жерде менде жаңағы антикалық философия тақырыбындағы материалды жариялағандығым көрсетіліп тұр, және де осы материалды жариялағаным үшін алған сертификатым, алғыс хатым және құрмет грамотасы көрсетіліп тұр. Осы сияқты өзге бағыттарды таңдау арқылы ала аласыздар. Бұл негізгі сайттың басты бөлімдері. Сонымен қатар, құрметті көрермен, қазір интернетте адамның сейілміне еніп, алдап-арбау арқылы ақша жасаумен айналысатын алаяқтар қаптап кетті. Сол себептен де көпшілігіміз интернет арқылы төлем жасаудан қорқамыз. Сондықтан да сіздерге ұсынбастан бұрын мен осы сайттың қаншалықты адал жұмыс істейтініне көз жеткізіп алуым қажет болды. Сол себептен сайт ұсынған бірнеше қызметтерде төлем жасап, олардың тапсырмаларын орындап, тиісті құжаттарын алдым. Тапсырмаларды орындап болған соң, бірнеше минут өткеннен кейін қайта сайтты жаңартатын болсаңыз, өзіңіздің тиесілі құжатыңызды жүктеп алу мүмкіндігін беретін батырма пайда болады. Осы батырманы басып, құжатты өз компьютеріңізге, флеш жинақтаушыңызға немесе дискіңізге жазып алуыңызға болады. Енді сіздерді өзім осы сайттан алған құжаттармен таныстыра кетейін. Міне, мысалы, мынау құрмет грамотасы Ғалымбай Абзал Мансұрұлына антикалық философия атты өзінің материалын жариялағаны үшін осы сайтта берілген. Бұл құрмет грамотасын алу үшін мен 1000 теңге төлем жасадым. Сол сияқты диплом, республикалық үздік ұстаз блиц турнирінде бірінші орын алған Шығыс Қазақстан облысы марапатталады деп көрсетіліп, диплом берілген. Сондай-ақ мына диплом маған халықаралық тарих пәні ұстаздар арасындағы олимпиадада алған орны үшін осындай диплом беріледі. Бұл 3-ші дәрежелі диплом. Сондай-ақ менде 2-ші дәрежелі диплом міне мынадай болып көрсетіледі. Міне негізгі осындай құжаттар сайтта жылдам, тез арада сіздің тест тапсыру нәтижеңіздің шығуымен бір қатарда осы сайттан төлем жасағаннан кейін осы құжаттарыңызды жүктеп ала аласыз. Міне осы арқылы ұстаз білегі сайтына өзімнің шолуымды аяқтаймын. Осы тақырыптағы жаңалықтармен уақытында таныстыңыз келетін болса, менің каналыма жазылып, қоңырауды басыңыз. Сол кезде сізге осы сайтта шығып отырған жаңа бейнебаяндар туралы хабарлар келіп отыратын болады. Осы видеоға лайк басуды ұмытып кетпеңіздер. Келесі кездескенше сау саламатта болыңыздар.